Армысыздар, теңбілдопқа табынған жанкүйер қауым. Оңтүбі арнасында отандық футболдың тыныс тіршілігіне арналған ұлт футболы бағдарламасы. Бағдарлама барысында сіздермен ішкі чемпионат, клубтарымыздың Еурододалардағы матчтар туралы және өзге де қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сонымен бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Еурододада ел намысын қорғайтын қос клубымыз қалды. Олардың беталыстары қалай? Премьер-лиганың 21 турында өз мәресіне жетті. Алғашқы алтылықты қай команда түйіндемек? Хабарымызды елордалықтардың биылғы маусымдағы Еурокубоктық жорығынан бастаймыз. Екінші айналымда бас бапкер Станимир Стойловтың шәкірттеріне Балтық жағалауының белді клубтарының бірі Žalgiris қарсылас атанды. Қос кездесуден тұратын бәсекенің алғашқысы Литва астанасы Вильнюсте жергілікті Литва футбол федерациясы стадионында өтті. Өткен маусымдағы жетістігін кезекті рет қайталауды мақсат тұтқан Астана үшін бастама қиынға соқты. Себебі қарсыласы Литва біріншілігінің чемпионы. Балтық жағалауындағы ұжымдар өз алаңдарында мықты өнер көрсететіндігін ескерсек, тең нәтиженің өзі қонақтар үшін қанағаттанарлық есеп. Сәт сайын допқа иелік етіп қарсылас жарты алаңдарында қақпаның санағалымен болған қонақтар 39 минутта алғашқы қауіпті соққыны жасады. Немания Максимович пен Патрик Твумаси өзара түсінісіп, допты Таңат Нөсербаевқа қалдырған еді. Капитанның соққысы әлсіздеу шығып, топ қақпашының уысынан табылды. Бірінші тайм аяқталар тұста Серікжан Мұжықов жылдамдығын арттырып, айып алаңның сыртынан соққы жұмсады. Нәтижесінде доп биіктеу кетті. 58 минутта Мантас Куклис бұрыштамадан допты көтерді. Қорғаушылар шебер ойнап спорттық снарядты қақпадан біршама алыстатқан тұста Славко Благоевич нысанаға жойқын соққы бағыттады. Ненад Эрич керемет сейв жасап қақпасын аман сақтап қалды. 67 минутта Агим Ибраими айып алаңның сыртында Нөсербаевпен пас алмасып, Армантас Виткаускасты кезекті рет сынап көрді. Бұл жолғы соққының траекториясы да біршама биіктеу. Артынша Твумаси өзінің үйреншікті ойын мәнері арқылы сол қапталдан қорғаушылар күтпеген соққы жұмсады. Тура маңдайшаның астына кіретін еді, алайда кипер тағы да мықтылық танытты. Арада 1 минут уақыт өткенде Žalgiris футболшылар қарқын үдете түсті. Керемет комбинациялық ойын көрсеткен олар айып алаңына еніп соңына дейін күресті. Шешуші соққыны жасаған Донован Сленгард бағананы көздеп сәттілік жолдас болмады. 84 минутта матч бойы қақпаның кілтін таппай келген Твумаси кезекті рет айып алаңның сыртынан өз бағын сынап көрді. Алыс бұрышқа көзделген допты кипер қайтарған болатын. Алайда екінші соққы жасайтын адам табылмады. Ал 86 минутта команданың жаңа ойыншысы Игорь Шитов та мұндай мүмкіндікті қайталауға тырысты. Шырайнала бағытталған допты кипер тура маңдайшаның астынан қайтара білді. Кездесудегі өте қауіпті сәт 87 минутта орын алды. Қарымта шабуыл барысында Андрей Калуджерович қақпашымен жеке дара шығып, айласын асыра алмады. Эрич 100% қолға тосқауыл қойған тұста кері серпілген допты Мантас Куклис кезекті рет бағыттады. Ненад бұл жерде де қаһарман. Осылайша матч 0-дік нәтижемен тең аяқталды. Келесі кезеңнің жолдамасын Астанада шешуді қос команда қолдағандай. Ал кеше чемпиондарымыз Астана аренада қарымта матч өткізді. Оның нәтижесі қандай болғандығын дәл қазір біз сіздермен арнайы дайындалған сюжеттен көре алатын боламыз. Астана аренада өткен қарымта матч алдыңғысына қарағанда мүлдем басқаша өрбіт. Мұнда қос тарап қорғаныста жата алмай тек шабуылға мән берді. Алаң иелері үшін тең нәтиже жеңіліспен пара-пар болса, қонақтарға қанағаттанарлықтай есеп. Сондықтан гол соғу екі жақ үшін де мақсат болды. Есеп 31 минутта ашылды. Патрик Твумасидің орындаған бұрыштамасы өз нәтижесін берді. Топ әуелеген сәтте ашық тұрған Марин Аничич басымен шебер ойнап алыс бұрышты тура көздеді. Мұнда қорғаушыларда қақпашыларда ешқандай амал жасай алмады. Ал 57 минутта Žalgiris'тің бразилиялық ойыншысы Эливелто сол қанатта әріптесіне пас алып, айып алаңына енер тұстан қақпаны нысана алады. Ненад Эрич өз иелігінен біршама алға шығып кеткен болатын. Соққы жолай Аничичтің қолына тиіп қақпаның ішіне еніп кетті. Астананың чемпиондар лигасындағы әрбір матчтар драмаға толы өтетіндігі рас. Бұл жолы осындай сәт қайта қайталанды. Ойынға қосылған қосымша уақытта жанкүйерлер елордалықтардың шешуші голына куә болды. Қарымта шабуылда сәтті ойнап қақпалдына жеткен алаң иелері топқа таласты қыздыра түсті. Тағы да дер кезінде табылған Аничич шабуылшылардың міндетін атқарып кетті. Осылайша жеңісті жұлып алған астаналықтар келесі кезеңнің жолдамасын қанжығаларына байлады. Енді чемпиондар лигасының 3-ші раундындағы қарсыласы шотландиялық Селтик атанбақ. Еуропа лигасындағы үкіл үмітіміз алматылық Қайратқа екінші айналымда жеребе жолдас болмады. Тель-Авивтің Маккабиіне кезікті. Алғашқы раундта албандық Теутаның тасталқан шығарған халықты команда үшін Израиль клубына қарымды қауқар көрсету қиынға соғатын түрі бар. Алматыда өткен бірінші ойында 1-1 есебі тіркелгенмен тәжірибелі Маккаби өзіне тым сенімді көрінді. Алматыда өткен алғашқы матч қос команда үшін қиынға соқты. Жаңбырлы күні доп тепкен екі жақтың да әлеуеті бірдей. Израильдіктер үшін қонақта гол соғу маңызды болса, алаң иелерін жеңіс қана қанағаттандыратын еді. Алайда ойын барысы былай өрбіді. Небәрі 8-ші минутта алаң иелері есеп ашып кеткен болатын. Жарко Марковичтің орта тұсты қиып өткен керемет пасына нүкте қойған Жерарго ойыннан тыс қалды.
18 минутта қонақтар шабуылға ден қойды. Әріптесінің айбалаңына қарай асырған добына басын тосқан Носа Иджибордың соққысы Владимир Плотниковтың уысынан табылды. Арада 2 минут уақыт өткенде нигериялық шабуылшы Плотниковты қайтадан сынақ қалды. Қақпаның сол жақ бұрышын дәл көздеген еді. Кипер тамаша сейв арқылы өзділігін аман сақтап қалды. 30 минут бастау алар тұста Маркович Гоу Аршавин үштігі керемет үндестік тауып, нәтижесі голмен аяқталды. Жарко айбалаңдағы Жерарға үн қатқан сәтте Гоу Андрейге допты қалдырды. Аршавин берілген мүмкіндікті бір ғана жанасымен жақын бұрышты дәл көздеп қайратты есепте алға шығарды. Артынша Носа Иджибордың есепті теңестіретін тамаша мүмкіндігі болды. Қарымта шабуылда сәтті пас алмасқан ол Плотниковпен жеке дара шықты. Соңына дейін аңдып баққан Кипер ақырғы сәтте ғана допты қарсыласының аяғынан тартып алды. Ойынға қосылған қосымша уақытта Маккаби ойыншылар таразы басын теңестіріп кетті. Дор Миханың айбалығына әуелеткен добына алаңға жаңа шыққан Йосси Бенаюн керемет нүкте қойды. Бұл жерде Ермек Қуантайып әккі ойыншыға қарсы ешқандай амал жасай алмады. Осыдан соң қайратына мінген алаң иелері толықтай шабуылға кірісті. Осындай сәттердің бірінде Леандре Тавамба допты кеудесімен қабылдап Ғафуржан Сүйінбаевқа қалдырды. Соңғысының шырайын алдыра бағыттаған соққысы жақын бұрыштан мүлт кетпеді. Таза гол болған еді. Алайда ойыннан тысқары жерде Бауыржан Исламхан қарсыласына қарсы ойын тәртібін бұзып, нәтижесінде ұжымын 10 ойыншымен қалдыруға мәжбүр болды. Гол да есепке алынбады. Осылайша матч өз мәресіне жетіп, орталық стадионда 1-1 есебі тіркелді. Қайраттың келесі кезеңге өту-өтпеуі қарымта ойында анықталмақ. Енді Тель-Авивте өтетін қарымта матчын нәтижесін күтеміз. Оның ауырға соғатындығы рас, өз алаңымызда гол жіберіп алдық. Аталған кездесу Астана уақыты бойынша бүгін сағат 20:00-де басталмақ. Қайратқа сәттілік тілейміз. Әзірге жаңа маусымда біздің елдің еншісіне небәрі 4 қана ұпай бар. Бұл өте аз көрсеткіш. Тағы бір айта кететін жайт, егер Қайрат бағы жанып келесі кезеңге өтетін болса, онда румыниялық Пандуримен кездеседі. Әрине, Маккабиге қарағанда әлсіз қарсылас, бірақ доп домалақ қой. Өткен аптаның сенбі-жексенбі күндері Премьер-лига ойындарының 21 туры өз мәресіне жетті. Командалардың алтылыққа бөлініп, бәсекені қыздыра түсетінде уақытта жақындады. Келесі турдан соң дәл осы фактор жүзеге аспақ. Яғни командалар не чемпиондыққа, не Премьер-лигадағы орын сақтап қалуға таласады. Бұл турда стадионға жиналған жанкүйерлердің саны 24.700 болған екен. Салыстырмалы түрде алдыңғыларына қарағанда жақсы көрсеткіш. Енді әр матчқа жеке-жеке тоқтала кетсек. Тур шымылдығын Астана және Атырау арасындағы ойын ашты. Чемпиондық атағын кезекті рет қорғап қалуға тамаша мүмкіндік алып отырған елордалықтар өз алаңында мұнайшыларды қабылдап тартысты матч өткізді. Екі тараптың да бапкері болгариялық маман, сондықтан принципиалды матчтардың бірі болғандығы анық. Кездесуде Азат Нұрғалиев дубль жасап, Астана сапындағы 4-ші голын тойлады. Өкінішке орай Азат Жальгириске қарсы қос ойында да алаңға шыға алмады. Себебі клубтың басшылығы тарапынан кеткен құжат мәселелері кедергі болды. Ал әзірше матчтың шолуына назар аударайық. Көшбасшы өз алаңдағы әрбір ойында ұпай жоғалтпауға тырысады. Қатарынан 3-ші мәрте чемпиондық атағын қорғап қалуға тамаша мүмкіндік туып отырған сәтті жіберіп алмауға кіріскен елордалықтар мұнайшыларды алғашқы алтылық бәсекесінен алыстата түсті. Атырау 7-ші минутта күтпеген жерден есеп ашып кетті. Алаңның сол қанатына ойысқан Валерий Коропин осы тұстан қақпа алдына қарай доп тастырған болатын. Қорғаушылар кері қайтарған тұста Владимир Аржанов қарымта соққысымен қонақтарды алға шығарды. Артынша Александр Куртиян 30 метрдей қашықтықтан қақпаны нысанаға алған еді. Ненад Эрич өз орнында.
20 минутта Рохер Каньястың көреген пасы қарсылас айып алаңындағы Патрик Твумасиді таба білді. Ганалық шабуылшы допты сол қапталдағы Нұрғалиевке еш қиындықсыз жеткізген сәтте Азат таразы басын теңестіруіне себепкер атанды. Арада 5 минут уақыт өткенде жанкүйерлер Дмитрий Шамконың допты жерге тоқтатпастан қақпаның жақын бұрышын тура көздегеніне куә болды. Алайда Жасур Нәрзіқұлов голдың жолына тосқауыл қоя білді. Ал 28 минутта Твумаси айып алаңында мынадай керемет соққы жасады. 39 минутта Азат Нұрғалиев Junior Кабананганың қалдырған тамаша пасынан соң қақпашымен жеке дара шығып дубль авторы атанды. Екінші таймда Александр Макаста айып соққысынан өз бағын сынап көрді. 78 минутта Айгим Ибраими шабуыл ұйымдастырып Максимовичке мүмкіндік сыйлады. Неманияның соққысы бұл жерде биіктеу шықты. Артынша Шамко өз қапталында жылдамдығын арттырып айып алаңына ене берістен соққы жұмсап қақпашыны кезекті рет ойынға араластырды. Ойынның соңғы минутында Куртиян айып соққысын сәтті орындағанмен Эрич тағы да иелік танытты. Осымен Астана аренадағы матчта аяқталды. Атырау алғашқы алтылық үшін таластағы бәсекесін әлі де жалғастырмақ. Шымкенттіктердің Еурокубоктық маусымнан кейінгі сүріңсіз ойындар сериясы әлі жалғасын табуда. Ал керісінше Тараз жеңісті сериясын жалғастырып қана қоймай, қонақта ірі есеппен басым түсті. Оның үстіне барлық голдары ойынның алғашқы бөлігінде соғылды. Есеп небәрі 4-ші минутта ашылды. Әлішер Сүлейдің тамаша шығарған пасынан соң Андрей Яковлевич үшін гол соқпау мүмкін емес еді. Сергей Бойченкомен бетпе-бет шыққан ол спорттық снарядты жай ғана қақпаға қарай асыра салды. Нәтижесінде жанкүйерлер керемет голға куә болды. Артынша шымкенттіктер шабуылға көшті. Бақтыөлет Қожабаевтың алыстан бағыттаған соққысы нысанадан биіктеу шықты. Ал 13-ші минутта тараздықтардың басты қозғаушы күшіне айналған Әлішер Сүлей гол соғып таблодағы көрсеткішті ұлғайта түсті. Шабуылшы Малик Мане де соққы жасауды ұмытпады, алайда жолай қорғаушыларға тиген доп айдалаға кетті. 21-ші минутта Еркебұлан Тұңғышбаев айып алаңның сол жақ бұрышынан Александр Григоленко қорған қақпаның кілтін табуға тырысты, бірақ соққыға дәлдік жетіспеді. 38-ші минутта Мане алдыңғы шептен тамаша ашылып, допты қақпаның жақын бұрышына көздеген болатын. Қақпашы өз орнында. Алғаш таймның аяқталуына 5 минут уақыт қалғанда шымкенттіктердің қақпасына 3-ші гол соғылды. Дәуренбек Тәжінбетов тарапынан бағытталған соққыны Бойченко өз уысынан ұстап тұра алмады. Ал дер кезінде табыла кеткен Әлішер дубль авторы атанды. Артынша Қожабаев кезекті рет алыстан соққы жұмсады. Бұл жолы тура шықты, дегенмен қақпашы шеберлік танытты. Ордабасы осы матчта тек алыстан соққы жұмсауды жөн санағандай. 64-ші минутта Гогита Гогуада нысананы дәл көздеуге тырысқан, бірақ Григоленко үшін қайтару қиын емес. 70-ші минутта қонақтардың қорғанысын бұзып жарық берген Отар Марцваладзенің соққысына қақпашы жауап таба білді. Осылайша соңғы 40-тың да үні естілді. Тараз кезекті жеңістерімен жанкүйерлерін қуантуда. Қостанайда турдың орталық матчтарының біріне баланған Тобыл және Оқжетпес арасындағы текетірес өтті. Тобыл үшін алғашқы алтылыққа ену маңызды, ал көкшетаулықтарға әр ойында ұпай жоғалтпау ауадай қажет. Себебі келер жылы Еурододаға қатысу мүмкіндігі дәл қазір олардың еншісінде. Қос тараптың да алдына қойған мақсаттары айқын, енді кезек тек жанкүйерлерге тартысты ойын көрсету. Мұнда минимал есеп тіркелді. Қайсысы мықтылық танытты, келесі сюжетімізде. Қостанайлықтар да алтылықты түйіндеу үшін бар күштерін жұмсағандарымен нәтиже көрсете алмай келеді. Бұл жолы да осындай жағдай қайталанды. Көкшетаулықтарға қарсы өз алаңдарындағы ойында не шабуылда түгендіре алмады, не қорғаныста да жарты өнер көрсетпеді. Нәтижесінде минимал есеппен жеңілістің дәмін татты. Ойын Нұрбол Жұмасқалиевтің алыстан қақпаны нысанаға алуымен басталды. Артынша Шамил Әсилдаров қарсылас ойыншысының қателігінен соң қақпа алдына қарай пас шығарған еді. Қорғаушы тамаша қимылдады. 22-ші минутта әріптесінің пасынан кейін Чиприянде қақпадан биіктеу тепті. Одан соң Асилдаров Саса Штаменковичпен жеке дара шығып есеп аша алмады. Жиырма 28-ші минуттағы Джозеф Нейннің мына бір соққысына Владимир Лагиновский жауап таба білді. Есеп 64-ші минутта ашылды. Игорь Юрин алаңның ортасынан әріптестеріне пас бермей қақпаны нысанаға алған болатын. Ол ойын нәтижелі аяқталды.
Тыңдаңыздар. Ордабасы командасының қақпасына екінші доп салған 7-ші номинаншы 66-шы минутта Сергей Хижниченко қарсылас айбалаңнан әлсіз соққы бағыттап мүмкіндікті құр жіберіп қойды. Ал 72-ші минутта Душан Савич сол қанат арқылы айбалаңдағы Дякқа үн қатты. Чиприянның соққысы тағы да биіктеу шықты. Іле-шала тобыл ойыншылар комбинациялық ойын өрнегін көрсетті. Топқа соңғы болып иелік еткен Савич кипермен жеке дара шығып сәтсіздікке ұшырады. Ойынның соңына таман Хижниченко да есепті теңестіретін тамаша мүмкіндік болған еді. Басымен жасаған соққысы маңдайшадан біршама биік. Көп ұзамай төреші де ойынның аяқталғандығын білдірді. Қорытынды есеп 1-0. Тобыл үшін әзірге үміт оты өше қоймады. Орталық алаңдағы орталық матчта алматылықтардың мерейі үстем болды. Қос тарапта шабуылға ден қойып өз ойындарын көрсете білді. Турнирлік кестеде бір-бірімен көрсетіп тұрған екі ұжым үшін де дәл осы кездесу шешуші рөл атқарғандай. Ойынның басында Бауыржан Исламханда есеп ашатын мүмкіндік болды. Алайда қорғаушылардың қысымы соққының әлсіз шығуына себепкер болды. Мұндағы есеп 5-ші минутта ашылды. Бұрыштамадан соң Шота Григалашвили айбалана добастырған еді. Басымен керемет ойнай білетін Семир Керла бұл жолы да мүлт кетпеді. 15-ші минутта Ертіс айбалаңында Андрей Аршавинге қарсы ойын тәртібі бұзылып, нәтижесінде 11 метрлік айып соққысы белгіленді. Нүктеге жақындаған Исламхан Давид Лорияның қимылын аңдып барып, еш жаспастан өз міндетін сәтті атқарды. Он 19-ші минутта Сезар Арсодан сытылып шыққан Роман Мұртазаев сол қанат арқылы керемет әдіспен қақпаның алыс бұрышын көздемек болды. Алайда соққының траекториясы биіктеу. Ал 22-ші минутта алматылықтар есепте алға шықты. Исламбек Қуаттың асырған добынан нүкте қойған Гаэль Леандре Тавамба. Тыңдаңыздар. Ордабасы командасының қақпасына екінші доп салған 7-ші номинаншы Алишер Сулей. 30-ші минутта Гафуржан Сүйінбаев алыс қашықтықтан Лорияны сынап көрді. Арада 10 минут уақыт өткенде Херсон Асеведоның шебер пасын Тавамба жалғап дубль автор атанды. Онымен бірінші тайм аяқталмады. Қосымша уақыт түгесілер тұста Ертіс қарымта шабуылға көшті. Карлос Фонсека допқа иелік етіп, Стас Покатиловпен жеке дара шыққан сәтте қақпашы ойын тәртібін бұзуға мәжбүр болды. Төреші пенальтиді көрсетті. Роман Мұртазаевтың футбол лотереясында асық алышынан түсіп, чемпионаттағы 11-ші голын соқты. Алпыс минутта Осман Жалу бірнеше қорғаушылардың арасынан нысананы қиыс көздеді. Артынша Тавамбада хет-трик жасайтын мүмкіндік болды. 75-ші минутта Григорий Сартаков алыстан жойқын соққы бағыттады. Алматылықтардың абыройына доп қиыстау ұшты. Ертіс пен Қайрат арасындағы текетірес осылайша ірі есеппен өз мәресіне жетті. Қос команданың қауқарын алдағы матчтарда байқайтын боламыз. Енді кезек Жетісу және Ақжайық матчына да келіп жетті. Аталған ұжымдар биылғы маусымды екінші алтылықта аяқтайтындығы мәлім. Басты мақсаттары төменгі дивизионға түсіп қалмау. Шындығында дәл қазір оралдықтардың қарсыласымен салыстырғанда қауіпті аймақта тұрғандығы мәлім. Сол себепті клуб басшылығы жаңа бапкер іздестіріп, мәселені қарастыруда. Осы орайда жақында ғана Виктор Кумыковты тізгінді ұстауға үміткер ретінде шақырған еді. Артынша қайтадан шешімін өзгертіп Кумыковты кері қайтарды. Осындай қиын жағдайда бастан өткеріп жатқан Ақжайық бұл матчты қалай өткізді? Назар аударайық. Талдықорғандағы матч оралдықтар үшін айтарлықтай қиынға соқты. Қос команданың да биылғы маусымды екінші алтылықта аяқтайтындығы мәлім. Сондықтан келер жылы Премьер-лигада қайта бақтарын сынау үшін барын салмақ. Бапкерсіз қалған Ақжайық сырт алаңдағы бұл ойында да еш қауқар таныта алмады. 11-ші минутта Ильяс Әмірсейітов алыс нүктеден соққы жұмсап өз бағын сынап көрді.
Іле шала қонақтар қақпасы алдында бірнеше рет соққы жасалды, алайда оралдықтардың қорғанысы сыр бермеді. 20 минутта Ақжайық ойыншылары бұрыштамадан доп көтерді. Аяғын тосқан Мирам Сапановтың соққысынан қорғаушылар кедергі болды. 34 минутта Деян Жерманович Диде Кадиоға тамаша пас қалдырған тұста иварлы қорғаушы Айбаланың сыртынан қақпаның бағанасын көздеді. Талдықорғандықтар орындаған бұрыштама добы кезінде басын тосқан Марко Джаловичтің соққысын кейпері шеберлікпен қайтарды. 55 минутта дәл осы сәт қарсыластарға да берілді. Бұл жерде соққы жұмсаған Иван Антипов. Мұндағы алғашқы гол да бұрыштамадан кірді. Басымен сәтті ойнаған Мартин Кляйн жетісуды есепте алға шығарды. Жетпісінші минут бастау алғанда есеп еселенді. Диде Борис Кадио қарымта шабуыл кезінде Илья Калининмен пас алмасып қақпашыны сан соқтырып кетті. Ал 84-ші минутта Мирослав Личич Айбаланы еніп, алыс спортшты көздеген сәтте Андрей Шабанов өз мықтылығын осылай дәлелдей білді. Бұл матчта тәмамдалды. 2-0 есебе Жетісуға кезекті 3 ұпайды сыйлады. Батыстық ұжым өз алаңында қай кезде де мықты. Жанкүйерлердің қолдауынан жігер алатын Ақтөбе Қарағандыдан келген қонақтардың қақпасына қос бірдей жауапсыз гол соғып, алғашқы алтылыққа таласта Атырау мен Тобылды қапы қалдырып кетті. 18-ші минутта Михаил Габышев икемші жерден нәтижесі соққы бағыттады. Ал арада кішкене ғана уақыт өткенде Ластина Дауа акробатикалық мәнерде есеп ашып жанкүйерлерді голымен қуантты. Қайшылап тұрып тепкен добы қақпашы үшін қайтарылмастай көрінді. Елу сегізінші минутта есепте еселенді. Бұрыштамадан әуелеген допты Вук Митошевич қақпаға бағыттаған тұста Алексей Щеткин бағытын өзгертіп жеңісті голдың авторы атанды. 64-ші минутта Габышев оң қапталдан Айбаланы доп тасырды. Басын тосқан Марко Симоновскийдің соққысы сәтсіз шықты. Вук Митошевичтің 79-ші минутта бағыттаған жойқын соққысы кипердің уысынан табылды. 87-ші минутта кеншілердің жас талантты ойыншысы Оралхан Өміртаевта керемет мүмкіндік болған еді. Ойынға қосылған қосымша уақытта ақтөбеліктер допты қорғаушылардан тартып алып қарымта шабуылға көшті. Әріптесінің өткір пасынан соң Щеткин киперді қапы қалдырып, бос қалған қақпаға допты түрте салған еді. Дер кезінде жеткен Шахтер ойыншысы Алексейдің дубль жасауына кедергі болды. Сонымен турнир кестеген назар аударсақ, көштің тізгіні толықтай Астананың қолында. Еншілерінде 53 ұпай бар. Олардан 10 ұпай қалып келе жатқан алматылықтар екінші сатта. Үздігіштікте 38 көрсеткішімен ертіс қорытындылап тұрса, оған басты бәсекелес тудырып келе жатқан Оқжетпесте 37 ұпай бар. Ал Бақтияр Байсейітов шәкірттері 32 ұпаймен 5-ші сатыға жайғасса, алтылықты әзірше 27 ұпай бар Ақтөбе тәмамдап тұр. Екінші бөлікте Тобыл мен Атырау 25 ұпаймен тиісінше 7-ші 8-ші сатыларды өзара бөліскен. Іле шала 20 ұпайға қол жеткізген Талдықорғандықтар орналасса, Тараз 19 ұпаймен 10-ші сатыны иемденді. Ал орын тараздықтарға босатқан Шахтерде 18 ұпай. Турнир кестені небәрі 11 ғана ұпайы бар Ақжайық қорытындылап тұр. Бүгінге осы құрмет жанкүйерлер, ел чемпионатындағы ұжымдарымыздың ішкі біріншілікте, сондай-ақ Еуро аренадағы ойындарына куә болғыларыңыз келсе, әр апта сайын ұлт футболы бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Сондай-ақ жобаның әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеліп, белсенділік танытайық. Келесі кездескенше аман саулықта болыңыздар. Спортпен шұғылданыңыздар.